Бірінші бөлім. Дінге жалпы шолу. Діннің мағынасы мен түсінігі. Дін сөзінің араб тіліндегі мағынасы сыйлық, үкім, есеп, жаза, мойынсұну, бағыну, құлшылық, шариғат, заң, жол, тіпті кейбір жағдайларда ұлт деген ұғымды да қамтиды. Ал діннің термин ретінде мағынасын Аллах тағалаға тарапынан жіберілген адамзаттың өмір сүруін ретке келтіретін, адамның аса күрделі жан дүниесіне рухани тірек болатын заңдылықтарды, ақыретте Аллахтың разылығына кенелумен уәде етілген мәңгілік жәннаттағы қуаныш пен бақытқа жетелейтін жолдарды көрсетеді деп түсіндіруге болады. Сондай-ақ дін ұғымы адамзатқа пайғамбарлар арқылы жеткен жаратушыға деген құлшылықтың заңдылықтары мен тәртіптері. Әрине, біз бұл жерде діннің ұлан асар мағыналық көп қырлылығын барынша синтездеп, негізгі ұғым ретінде ғана келтіріп отырмыз. Асылында, бұл тақырыптың шеңбері мұнымен шектелмейтіні даусыз. Дін бүкіл әлемнің жаратушысы тек Аллах тағала тарапынан ғана жіберіледі. Иә, дін жаратушыдан жеткен кең қасиетті ұғым жүйесі болғандықтан, өзге күштің дінге ұқсас жүйе ойлап шығаруға, немесе діни үкімдерге әлде қандай өзгеріс енгізуге ешқандай да құқы жоқ. Тіпті пайғамбарлар да мұндай құзыретке ие емес. Аллах елшісінің міндеті жаратқаннан келген әмірлер мен тыйымдарды үмбеттеріне жеткізу. Дін адамға Аллах тағаланың таңғажайып даналыққа құрылған жаратылысының алдындағы мақсат, міндеттерін айқындап береді. Адам баласы тек ішіп-жеу, саят құрып сайрандау, бірін-бірі өлтіру үшін ғана жаратылмаған. Керісінше, адамзаттың ұлы жаратушыға құлшылық ету үшін ғана жаратылғандығын мына бір аят баян етеді. Мен жындар мен адамдарды тек қана маған құлшылық етулері үшін жараттым. Зарият сүресі 56 аят. Дін адамға екі дүниенің бақытына апаратын тура жолды көрсетеді. Адамның бүкіл іс-әрекетін қайырымдылыққа, ізгілікке бағыттайды. Нәтижесінде адам фәнилік өмірінде босқа өткізбей сауапқа кенелері хақ. Себебі о дүниелік өмірге қажетті негізгі қағидалар тізбегін дін ғана үйрете алады. Мұның қоғамдық мәні де зор. Неге десеңіз, жеке адамнан шығатын ізгілік нұры, оның имани келбеті айналасындағы дос-жаран, ағайын туыстарына да әсер етпей тұрмаса белгілі. Дін пайғамбарлар арқылы адамдарға жеткізілген Аллахтың бұйрықтары мен тыйымдарынан тұратындықтан тек уахиға сүйенеді. Діннің ең басты ерекшелігі осы уахи арқылы келуінде. Басқалай болған жағдайда, яки дін негізгі уахиге құрылмаса, Аллах құзырындағы илахи дін болып саналмайды. Ислам ондай діндерді жасанды дін деп атайды. Батыс әлемі дін ұғымы үшін аса құрметті, мән берілген, тағзым етілген нәрсе мағынасына келетін латынша религио сөзін қолданылады. Тарих сахнасындағы философтар, әлеуметтанушылар мен дінтанушылар және ислам ғұламалары дінге әртүрлі анықтама берген. Ислам философиясы бойынша дін әлемді байланыстырушы күш, яғни Алла тағаланың барлығына сенім мен амалдың бірлігі. Адамның дінге мұқтаждығы. Асылында, әрбір дүниеге келген адамның бойында дінге, рухани тазалыққа, тылсым күшке сену сезімі болады. Бойындағы бұл сезім адамды ерте ме, кеш пе, әйтеуір бір тылсым күшке сенуге жетелейді. Адамның ет пен сүйектен жаратылғаны айдан анық болса, тән мен жанда сол адамдық ұғымның қос қанатын құрайды. Тән азығы ішіп-жеу мен басқа да нәпсілік жағдаяттармен байланысты болса, жан азығы ең алдымен ұлы жаратушыға құлшылық ету. Тарихи деректерден қорытынды шығарсақ, дінсіз, яки имансыз адам болғанымен дінсіз қоғам болмаған. Себебі адам баласы сенімге мұқтаж, ал ол мұқтаждық сезім әу баста Аллахты тану үшін берілген бір хикмет екенін ескере бермейміз. Аллах адамзатқа жаратылысқа дейін рухтар әлемінде өзінің жаратушы ие екендігін үйреніп, бізден өзін жаратушы иеміз деп танитындығымыз турасында уәде алды. Атам қазақтың әлмисақтан мұсылманбыз деуінің төркіні де осында жатыр. Бұл жайында аятта былай деді: сол уақытта Раббың адам балаларының белдерінен
нәсілдерін алды да өздеріне куә етіп, мен сендердің Раббыларың емеспін бе? Дегенде олар, әрине куәміз деген. Қиямет күні бұдан хабарымыз жоқ демеңдер. Ағраф сүресі 172 аят. Хазіретті пайғамбарымыз да бір хадисінде адамның ислам дінімен дүниеге келетіндігін айтып өтеді. Әрбір сәби жаратылысында мұсылман болып дүниеге келеді. Бірақ ол баланың әке-шешесі оны өз діндеріне кіргізеді. Яхуди болса яхуди, христиан болса христиан, мәжуси болса мәжуси етеді. Бухари, Муслим. Хазіреті пайғамбарымыз осы хадисімен адамдағы діни сезімнің туа біткеннен болатындығын білдіреді. Осы тақырыпқа қатысты зерттеу жүргізген батыс әлеуметтанушылары адамдағы тылсым дүниеге қандай да бір күшке сену сезімнің туа біткеннен болатындығын ғылыми тұжырымдамамен дәлелдеген. Бірақ адамдардың бәрі дерлік ұлы жаратушыға сеніп, оған құлшылық етпеген. Неліктен? Өйткені сенім жүре келе ортаға қарай икемделіп, кім қандай ортада өссе солай қалыптасады. Біреулердің пұтқа табынып, келесі біреулердің от пен суға, жан-жануарларға табынып жататыны соның айғағы. Адам бойындағы бұл имани сезімді діннен өзге ешбір жүйе қанағаттандыра алмайды. Мысалы, ғылым, өнер, спорт, тағы басқа осы секілді жағдаяттар адамды рухани тұрғыдан жетілдіре алмайды. Белгілі бір дәрежеде жетілдіргенімен ол сезімнің ғұмыры шектеулі. Ал дінде, яки жаратушы құрған жүйеде бұл сезімнің ғұмыры әлбетте шексіз болып келеді. Иманның иләхи ләззатынан адамның ешқашан жалықпайтыны да сондықтан. Адам оң солын танғаннан кейін айналадағы тіршілікке көз салып, бір сәт өз болмысын ойлағанда, мен қайдан келдім? Қайда барамын? Өмірге не үшін келдім? Мені кім жаратты? Не үшін жаратты? Мен өлген соң қайда барамын? Дегендей сұрақ санасын мазалап жауап іздейді. Бірақ ақыл бұларға адамды қанағаттырарлық толық жауап бере алмайды. Себебі аталмыш сұрақтардың түп төркіні телегей теңіз діни өлшемдерде жатыр. Қоғам өмірінде діннің алар орны ерекше. Өйткені дін әдептілік қағидалары мен қоғам бірлігін, әділеттілікті тәрбиелік жүйелерді қалыптастыруда елеулі роль атқарады. Адам дінге сенген соң өзгелерге жәбір көрсетуден, тәртіпсіздік жасаудан, ішімдік, есірткі секілді жаман әдеттерден бойын алыс ұстайды. Дінсіз қоғамда тәртіпсіздік пен қылмыс етек жаятыны белгілі. Ұлы жаратушының бар екендігіне сенген адам құлшылық ету үшін діни қағидаларды қажет етеді. Ғылым мен техника адамға құлшылық етуді, тақуалықтың қыр-сырын үйрете алмасы андық. Сондықтан қоныс таңдағанша өріс таңда дегендей, адамдық болмысымыз өткінші харекеттен гөрі рухани өрісімізді кеңейтіп, мәңгілік бақытқа жетелейтін иләхи өлшемдерге дәлірегі дінге мұқтажбыз. Дінді жіберуші Аллах Тағала. Аллах Тағала адамды өзін танып, құлшылық ету үшін жаратқандықтан дін жіберді. Бұл діннің негізі таухид, сеніммен тұрады. Ислам дініне дейін Аллахтың өзінің шынайы дара жолын үйрету үшін әрбір қауымға, тайпаға, ұлтқа елшілер арқылы дін жіберді. Ұлы жаратушының бар екендігіне сенгенімен қалай құлшылық ету керектігін адам ақылымен шеше алмайды. Сол үшін діни әмір мен тыйымдар келіп отырды. Екіншіден, адамға дін келмесе, о дүниеде Аллахқа, уақытында сенің елшілерің келгенде шынайы жолды үйреткеніңде біз тозаққа бармас едік. Я Аллах, әділдігің қайда? Дегендей уәж айтары сөзсіз. Міне, осындай сылтау мен желеуге бірден бір тосқауыл ретінде әрбір қауымға жеке-жеке елші мен шариғат заңдары жіберілді. Құранда бұл жайында былай дейді: бұрынғы пайғамбарлардан кейінгі адамдарға, пайғамбар келсе, біз тәубе етер едік деп сылтау айтпауы үшін жақсы хабар жеткізуші, астамшылық еткендерді ескертуші етіп, тағы да бір пайғамбарлар жібердік. Аллах аса үстем, хикмет иесі. Ниса сүресі.
Елші келмеген, дін жіберілмеген ешбір қауымның болмағандығын мына аяттар хабар береді. Шындығында, біз сені ақиқатпен мүміндерге қуанышты хабар жеткізуші, кәпірлерді қорқытушы етіп жібердік. Қауымдардың қайсысына болса да елші жіберілген. Фатыр сүресі 24 аят. Әрбір үмметтің бір пайғамбары бар. Юнус сүресі 47 аят. Аллах қайсы бір қауымға пайғамбар мен шариғат жібермесе, онда ол қауымды ақыретте жазаламайды. Өйткені Аллах өзін танытатын елші мен діни үкімдер жібермегендіктен адамдар Аллахқа қалай құлшылық ету керектігін ақылмен шеше алмай, құлшылық жасаймын деп Аллахқа серік қосу немесе күпірлік ету қоюы әбден мүмкін. Сол себепті Құранда пайғамбар жібермейінше ешкімді жазаламаймыз. Исра сүресі деп анық ескертілген. Демек, ұлы жаратушы өзінің діни шариғатын жібере отырып, оны исламмен тәмамдаған. Ал исламнан кейін қияметке дейін ешқандай иләхи дін келмейтіні әмбеге аян. Адамзаттың алғашқы діні таухид діні. Ислам діні бойынша адамзаттың алғашқы діні таухид діні. Себебі Хазіреті Адам адамзаттың алғашқысы, әрі алғашқы пайғамбары. Ол Аллахтың әмірімен таухид дінін уағыздаған. Аллах тағала оған 10 парақтан тұратын өзінің діни заңдылықтар топтамасын түсірді. Хазіреті Адам алейхиссалям өзіне жүктелген пайғамбарлық қызметті балалары мен немерелеріне айтып жеткізді. Осылайша жер бетінде алғашқы дін таухид діні пайда болды. Хазіреті Адам дүниеден өткен соң, оның ұрпақтары сауатсыздықтан, шайтанның алдап арбауымен таухид дінінен ауытқи бастады. Мұның түбі түрлі діни сенімдер мен діндердің пайда болуына әкеп соқты. Өйткені Аллахқа құлшылық етпек ниетмен түрлі нәрселерге табынған адамдар қалайша бұрыс жолға түскендіктерін аңғармай қалады. Бірақ адамдар таухид дінінен шығып, өзге нәрселерге табына бастағанда, Аллах екінші бір елшісін жіберіп, пенделерін адасушылықтан тура шынайы жолға шақыртып отырады. Ислам адамзаттың алғашқы діні жайында айтылған жоғарыда келтірген тұжырымдармен келіспейді. Алайда ара кідік болса да Аллахтың шынайы дінінен шығып өз беттерінше жаңа бір діни сенім мен құдай жасап алған тайпалардың болғандығы рас. Бірақ бұл жерде олардың бәрі дерлік таухид дінінен кейін пайда болғанын ескеру керек. Хазіреті Адам атадан кейін уақыт өткен сайын адамдар арасында түрлі көзқарастар туды. Шынайы ұғымдар бұрмаланып, соның салдарынан түрлі діндер мен бір діннің өз ішінде әртүрлі ағымдар пайда болғаны тарихтан мәлім. Имандылықтан ажырау, оның шариғаттарын шала түсіну ұрпақтың болмыстық иләхи дінінің жоғалуына алып келді. Әуесқойлық, дүниеқорлық, зауыққойлық сияқты жеңіл, келеңсіз құбылыстар көбейді. Адам жаратушы ие алдындағы жауапкершілігін, қорқынышын жоғалтып, өзіне құдай жасап алу сыйынды. Діннің орнына әр тайпада, әр елде өзіндік сенім, тек өзінің мақсат мұратына жету үшін жасалатын әрекеттер пайда бола бастады. Дінге ешқандай қатысы жоқ бақсылық, балгерлік, шамандық, сиқырлық сияқты құбылыстарға да сенім күшейіп, адамдар имандылықтан қиянатшылық жолына ауыса бастады. Ислам діні бойынша Аллахтан өзге ешкім дін құра алмайды. Құрғанымен Аллах құзырында ешқандай маңызы жоқ. Дегенмен тарихқа қарасақ, кейбір діндердің негізін қалаушы тұлғалардың бар екендігін көреміз. Мұндай діндерде жасанды дін деп баға береді. Өйткені ұлы жаратушының әмірімен келмегендіктен иләхи дін сипатын ала алмайды. Мысалы, буддизм дінінің негізін салушы ақсүйек ханзада Сиддхартха Гаутама. Ол өзінің философиялық ой тұжырымын айтып кеткен. Оның жолын қуушылар оған нұрланған, жарыққа жеткен, дана, құтқарушы деген мағынадағы Будда атағын бергендіктен бұл сенім буддизм деп аталып кеткен. Сол секілді Қытай еліндегі Конфуций дінінің негізін қалаған Конфуций екенін білеміз. Әлем діндерін зерттеп қарағанда бірнеше діннің негізін салушы тұлғаларды көреміз. Демек, әлемдегі діндердің шығу тарихы әртүрлі болғандықтан, ислам бойынша осылай
сараптама жасалады.